7 миллиард адамды жарты жыл бойы құрсауда ұстап, миллиондаған адамның өмірін жалмаған COVID-19-ға қарсы вакцина жасалды. Бұл видеодан әзірше 3 елде ғана адам баласына салынған вакцинаның нәтижесін біле аласыздар. Коронавирусқа қарсы вакцина әлемнің 3 елінде адам баласына салынды. Олар ақш, Ресей және Қытай. Дүние жүзінде SARS-CoV-2 деген атау берілген вирусқа қарсы вакцина салынған алғашқы адам Сиэтл қаласының тұрғыны Дженнифер Халлер. Ол вакцина салынғаннан кейін жағдайы туралы айтып берді. Оның айтуынша, вакцина тұмауға қарсы екпе секілді әсер қалдырған. Дженнифер Халлер екпе салынған бірінші күні дене қызуы көтеріліп, екінші күні қол ауырсынған. Артынша жағдайы жақсарыпты. Бұл екпе алдымен жануарларға салынып, тәжірибе сәтті аяқталған. Кейінірек тәжірибеге ерікті адамдар іздестірілген. Халлер алғашында тәжірибеден өтуге келісім бергенінде қатты қобалжыдым дейді. Вакцина салдырған Дженнифер Халлер мен тағы 44 еріктінің жағдайы 2021 жылдың көктеміне дейін бақылауда болады. Адамға коронавирусқа қарсы вакцина салған тағы бір мемлекет көрші Ресей елі. 18 маусымда коронавирусқа қарсы вакцинаны тестілеуден өткізуге алғашқы 18 адам қатысқан. Олар екі топқа бөлініп, тәжірибеде қатысушыларға құрылымы екі түрлі вакцина салынған. Екі топтағы бұл адамдардың жағдайы енді ғана белгілі. Еріктілердің жағдайы жақсы. Олар Бурденко атындағы госпиталь мамандарының бақылауында екен. Тәжірибеге қатысқан Сергей есімді жігіт вакцинаны қалай салғанын сезбей де қалғанын айтып отыр. Ешқандай белгі жоқ. Дене қызуы қалыпты. 36,6 градус. Тәжірибеге қатысқан Николай есімді тағы бір ер адам вакцина салынғаннан кейін хал жағдайында ешқандай өзгеріс болмағанын айтады. Вакцинаны сынақтан өткізуге ерікті түрде қатысқан тағы бір ер адам екпеден кейін ешқандай өзгеріс болмағанын айтқан. Аурухананың анестезиолог-реаниматологы тәжірибеге қатысушыларда ешқандай кері реакция және асқыну байқалмағанын айтады. Ал үшінші ел Қытай. 27 жастағы Чжу Аобин ғалымдар дайындағы вакцинаны сынақтан өткізуге қатысқан еріктілердің бірі. Ол вакцина салынғаннан кейін жағдайы туралы журналистерге сұхбат берген. Вакцинаны биыл 18 наурызда салдырған ол жағдайын енді ғана айтып отыр. Ол жағдайының жақсы екенін, әрі ешқандай да ауырсыну болмағанын айтады.